Қырғыз, тәжік болдыңдар ма? Бітті ма? Жер, су үшін до конца түсіне ме сендерді? Бірақ сендер де екі нәрсені түсініп алыңдар. Біріншіден, кез келген мемлекет үшін ең қымбат қазына бұл адам және оның өмірі. Бостан босқа адамды қырмаңдар. Өйткені екіншіден, біз бір-бірімізге жау емеспіз. Бірінші жау терістіктегі Путиннің саясаты. Ол Украинаны ғана емес, барлығымызды басып алып, қайтан СССР құрам дейді. Бір мәскеулік адамға шаққанда 350 Тыва халқы, 250 бурят халқы, сол секілді Дағыстан, қазақтар мерт болып жатыр. Мәскеуде 15 миллион адам тұрады. Тыва халқы 300 мың адам. Бір мәскеулікке шаққанда 350 Тыва халқы қайтыс болып жатыр. Путиннің саясаты осы. Оларды жау көрмесеңдер, кіріңдер. 500 қырғыз, 500 тәжік және бір мәскеулік адам соғыста қайтыс боласыңдар. Біз қазақтар ОДКБ-дан шығамыз, олармен одақтас болмаймыз. Қытай бізге егемендігіміз үшін тұрып берем дейді. Біліңдер, біздің екінші жау бұл Қытай. Олар кең пейілдігінен, бізді жақсы көргеннен біз үшін тұрып бере ме? Жоқ, ол Қытай Ресейдің орасан зор жерін басып алғысы келеді, бірақ сылтауы жоқ. Қазақты сылтауратып, соларға тимекші. Бұл олардың саясаты. Қытайда 4 миллион қазақ тұрады. Ұйғырлар концлагерлерде отыр. Тілі үшін, діні үшін. Үшінші жау бұл Ауғанстан. Тәжікстанда 6-7 миллион тәжік тұрады. Ауғанстанда 15 миллион тәжік тұрады. Тәжіктер ойланыңдар, жұтылып кетесіңдер. Американың мақсаты осы жерде ислам мемлекетін құрып Қытайға айдап салу. Ал сендер не деп ойладыңдар? Америка жайдан жай оларға қыруар қаруларын тастап кетті ме? Әлде шынымен де ойлайсыңдар ма? Асығып мұтып кетті деп. Бұл әдейі тасталған қару. Ертең қазақ пен өзбектің арасына іріткі салады. Өзбек пен қарақалпақ қырылса, қазақ қарақалпақ үшін тұрып береді. Міне, соғыс басталды деген осы. Қырғыз, тәжік, қазақ, өзбек бәрі әлсірегенде 5 қаруы сай тұрған талиптар келіп бәрімізді басып алады. Исламдық мемлекет орнатады, шариат орнатады, түбінде Қытайға айдап салады. Қырғын деген осы. Бұл неге мүмкін болады? Өз ара алауыздығымыз. Енді не істеуіміз керек? Тыңдандар. Бірінші, қырғыздар мен тәжіктер тоқтатыңдар соғысты. Екінші, СНГ, Евразес, ОДКБ бәрінен шығуымыз керек. Үшіншіден, Еуразияның орталығында, өз ара ортамызда ортақ одақ құруымыз керек. Экономикалық блогымызды орта деп атаймыз. Ортақ әскери блогымызды орда деп атаймыз. Өз арамыздағы шекарада тұрған әскердің бәрін алып тастаймыз. Кедендерді алып тастаймыз. Сырттан кірген тауарларға 10% салық. Әскер жасақтау үшін кетеді. Әскерді Украина мен Түркияның стандартына көшіреміз. Сосын Ауғанстанмен келіссөздер жүргізуіміз керек. Талиптарға не керек? Халқының тыныштығы ма, әлде қару-жарақ керек па? Ауғанстанға қазір бензин, мазут және жейтін ұн керек, бидай керек. Вагон береміз. Америка қалдырып кеткен қару-жарақты сөйтіп сатып алайық.